әріптестер, бүгін біздің Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты конкурстық негізде педагогтарға қабылдауға конкурс жүргізіп жатырмыз. Оны сіздер Facebook, Instagram парақшаларынан көріп, бүгінгі таңда міне 22 тамыз күні жиналып отырып, сол әрекетті жасап жатырмыз. Енді жалпы бұл конкурс біздің Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 12 жылғы 21 ақпандағы 57 бұйрығына сәйкес жүргізілуде. Осы бұйрыққа сәйкес мектепте бізде конкурс өткізуге комиссия құру туралы бұйрық шығарылды. Қазір сіздердің алдарыңызда осы комиссияның барлық мүшелері отыр. Енді жалпы сіздерге таныстырып өтсек, сіздер құжаттарыңызды әрқайсыңыз жеке-жеке алып келіп отырсыздар. Ол құжатта барлық өз негізгі талап берілген құжаттар жинақталып отыр. Қазір сіздердің осы конкурста сіздерге біз бағалау қарарыменен әрқайсымыздың осы құжатта көрсетілген құжаттамаларымызға баға қойып, сол бағалаудың негізінде жаңағы қорытындысын шығарып, кім қандай балл алды, сол балл системамен сіздерді біз жұмысқа қабылдаймыз. Қазір енді әрқайсымыз жеке-жеке кіріп, өздеріңіздің портфолиоларыңызбен таныстырып, сосын ары қарай біз жұмысымызды жүргізе береміз. Мен Назарова Спартаханқызы 1981 жылы дүниеге келген. Осы Жезқазған Өмірхан Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің филология факультетін 2002 жылы үздік бітірдім. Одан кейін 2003 жылдан бастап мен Жезқазған гуманитарлық колледжінде осы кезге дейін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы болып жұмыс істеудемін. Енді сіз біздің мектепте осы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатын қандай мақсатпен таңдап келіп отырсыз? Мен жұмыс істегенде колледж болғандықтан осы кезге дейін 20 жылға таяу уақыт, 19 жыл еңбек өтілім, бір ғана бағытта болғандықтан мектептің да білім беру ісіне араласып, ол жағында көргім келді. Өзіме тәжірибе жинақтау мақсатында осындай өзгеріс енгізгім келді. Біліктілік арттыру курстары бар. 2013 жылы, 2017 жылдары қазақ тілі өз пәнім бойынша жалпы біліктіру арттыру өрлеуден өттім. Одан кейінгі жаңартылған білім бізде колледждерде ең алғаш 10-11 сыныптарға оқытыла бастаған кезден бастап бірінші Қарағанды қаласында өрлеуден, одан кейін Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен СПМ-нан 2 апталық курстан өттім. Одан кейін тағы да 2021 жылы 20 жылдары 2 рет осы колледждарда қазақ тілі мен әдебиетінің біліктілік арттыру курсынан өткен. Сіздің санатыңыз қандай санат? Педагог зерттеуші. 2018 жылы алған болатын. Жақсы. Сіздерде сұрақ? Енді портфолиосын оқысының барлығын танысып отырмыз ғой. Толық сияқты бағалаған. Қызметте істеген жетістіктеріміз біраз мол екен. Жақсы, рахмет. Жақсы. Қорытындысын сосын қазір барлық жүйелерді шешіп алып, сосын айтамыз. Жақсы. Күтемін. Менің есімім Нұрмұхамбетова Аружан Жасанқызы. Биылғы жылдың түлегімін 2022 жылдың 2018-2022 жылдар аралығында осы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тамамдап, биыл енді еңбек жолымды сіздердің мектептеріңізден осы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернаттан бастағым келіп отыр. Жас маман. Жақсы. Шарттарыңыз? Аружан, тест біліктілік арту тест өткіздіңіз бе? Я біліктілік тестін тапсырдым. Жақсы жоғары балл жинадым. Сертификатым бар. Жас мамансыздар, біз енді мектепке қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдері керек. Сондықтан қазір конкурстың қорытындысы бойынша қарарымыз, ақылдасамыз енді. Көреміз енді. Құжаттарыңыздың барлығы толық болса, шешімін күте тұрасыз енді кішкене. Істеуген қазір шешім айтасыздар. Жақсы, рахмет. Менің есімім Төлен Руслан Қайратұлы. 2011 жылы Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінде оқыдым. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын игеріп шықтым. 2015-те бітірдім. 2015 жылы 2017 жылдардың аралығында
гуманитарлық ғылымдардың магистрі дәрежесін алып шықтым. Осы уақытқа дейін 2015 жылдан бастап, бірақ студент болып жүрген кезінен 8 гимназия жас маман ретінде жұмысқа тұрдым. Содан бері міне 7,5 жылдай жұмыс болдым. Осы 23 жылдың 6 наурызында толық 8 жыл сол кезде толады. Осыған дейін 21 мектепте жұмыс атқардым. Директордың орынбасары ретінде 1,5 жылдай сол жақта жұмыс істедім. Қазіргі таңда менің санатым педагог сарапшы. Сол не бойынша жұмыс істеп жатырмын. Осы педагог сарапшы санатын қай жылы алдыңыз? 2019 жылы алдым. Білім жетілдіру курстарыңыз бар ғой? Бар. Портфолиосын қарап отырсақ, енді оқушылардың жетістіктері де бар екен. Енді қазір барлық жүйемен санап шығарамыз конкурс. Жақсы. Рахмет. Конкурстың нәтижесін күтіңіз. Жақсы.